السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Екінші дәрісімізді бастаймыз. Әрдайым ниетімізді дұрыстаймыз және дұғамен бастаймыз. Алдыңғы дәрісте айтып кеткендей, дұғаны видеоның астына жазып кететін болам. Робби яссир уа ла туассир, Робби таммим бил хайр. Бүгінгі тақырып фатха, кәсра, дамма. Яғни әріптің үстінде келетін сызықша, әріптің астында келетін сызықша және үтір сияқты әріптің үстінде келетін белгі жайында. Барлығы осы үшеуі харакат деп айтылады. Яғни фатха ә деп дыбысталады, кәсра и деп дыбысталады, дамма у деп дыбысталады. Әріптің үстінде немесе астында келген кезде. Фатха, дамма әрдайым үстінде келеді, кәсра астында келеді. Бұл жерде айтып кететін маңызды ақпарат, фатханы дыбыстаған кезде аузыңызды жай ғана ашасыз. Бұл маңызды. Себебі дыбыстың, жалпы әріптің дыбыстың дұрыс дыбысталу үшін тіліңізге, аузыңызға, ерніңізге, мұрныңызға қатысты барлық, былайша айтқанда, функциялар орнымен орындалу керек қой. Кәсра. Егер кәсра келсе, кәсраны и деп күлген кезде екі езуіміз екі жаққа жиылады ғой. Керіледі ғой. Соны сөйтіп жай ғана екі жаққа керілу керек. Дамма у. Ерніңіз алға қарай шығу керек. Яғни фатха бірінші, кәсра и, дамма у. Созылмайды, қысқа ғана и, у деп дыбысталады. Кей кезде мен созып немесе қаттырақ дыбыстау мүмкінмін. Ол деген солай қаттырақ дыбыстап немесе созылу керек деген сөз емес. Бұны мен не үшін істеп жатырмын? Сізге жақсы, дұрыс естілсін деп немесе жеткізу үшін түсіндіріп жатырмын. Жалпы бәрі дыбыстаған кезде барлық әріпті, дыбысты бір қалыпта, бір-бірінен асырмай, бір темпте дейма, сондай бір неде, дәрежеде дыбыстайсыз. Бір дыбыстан артық қаттырақ дыбысталады деген нәрсе жоқ. Келесі. Ро, ри, ру. Бұл жерде ро кейде жуан, кейде жіңішке болып дыбысталады. Сол себепті рә емес, ро деп оқылады. Фатха келген кезде ро жіңішке оқылады. Ро. Яғни ро болып дыбысталады. Бұл жерде фатха а мен оның ортасында дыбысты білдіреді, дыбыспен дыбысталады. Яғни не ада емес, не ода емес, рада емес, рода емес. Сол екеуінің ортасындағы дыбысты шамалап, сол дыбысты шығаруға тырысасыз. Ро. Аны мысалы сізге жеткізуге тырысып көрейін. Мысалы ро
р-дан кейін аны дыбыстайсыз, бірақ ол аға сәл о дыбысында бересіз. Ро сізге жеткіздім деп ойлаймын. Келесі ри кәсіра, егер роның астында сызықша келсе, ол кәсіра келген кезде ро жіңішке оқылады әрдайым. ри ру дамма келген кезде ро жуан оқылады. ру осы ру екі жағдайда фатха мен дамма келген кезде жуан оқылады әрдайым, және кәсіра келген кезде әрдайым жіңішке оқылады. Тағы айта кететін нәрсе, роны жуан қылған кезде қалай жуан қыламыз? Ро сәл тіл жоғары көтеріліп, артқа қарай жиырылады. Ро артқа қарай жылжиды, яғни тілдің артқы түбі артқа қарай жылжытасыз, артқы түбін. Ро артқа қарай тартасыз. Риді жай ғана ри деп ешқандай қинамай, тіліңізді ешқандай өзгеріссіз ри деп жай ғана оқи саласыз. Руды да тіліңізді артқа қарай жылжытып, артқа қарай тартасыз. Сол кезде жуан болып дыбысталады. Бұл жерде де дәл солай. Ро деген кезде роны жіңішке қылып, үстінде айтып кеткендей, фатханы аузыңызды тек ашасыз. Ри жіңішке оқылады. Ри деген кезде кәсіраны жаңа айтып кеткендей, екі езуіңізді екі жаққа ашасыз, жиясыз. Күліп жатқандағы положениеде ғой. Ру жуан оқылады, ерінді алға қарай жылжытасыз. Бұл жерде де әлифтің үстінде фатха келіп тұр, одан кейін сукунды ро келіп тұр. Яғни роны сукунды болған кезде қалай оқимыз, соны көрсетемін. Жуан оқылады, яғни роның алдында фатха келсе, деп жуан оқылады. Жіңішке оқылады. Жуан оқылады. Яғни ро сукунды болып, фатха немесе алдында фатха мен дамма келсе, жуан оқылады, кәсіра келсе жіңішке оқылады. Шама келгенше деп бірнеше дыбыс беруге, әріп бермеуге тырысамыз. Дедік па, тоқтадық, болды. Деп тағы бір қосып жіберсек, ол дұрыс емес болады. Ол уже екі ро болып есептеліп кетеді. Негізі роның өзінің р деген дыбысы бәрібір болады, бірақ қатты шығып кетпеу керек. Келесі жіңішке әріп зу айтпақшы. Әлифте жаңа айтылмай кетті. Әлифте жіңішке әріп, сондықтан жіңішке әріпке келген кезде барлығы жіңішке оқылады харакаттың. Бұл жерде де жіңішке әріп, сондықтан барлығы жіңішке оқылады.
зәзизу, зәзизу. Созбайсыз, қысқа нұсқа. Әз, из, уз, зәр, зир, зур, әзуру, изуру, узуру, урзу. Мим әрпі жіңішке әріп. Жіңішке оқимыз. Мә, ми, му, мә, ми, му, мә, ми, му. Мим әрпі ерінге қатысты, еріннің арқылы дыбысталады. Им, мур, муз, рум, әміро, умиро, әмру, имру, ромсу, ирми, мәр, ром, сәм, сәм. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Аллах берекетін берсін. Қолдай кетіңіз, қолдап отырамыз.